Қарақалпақта қызлардың қолына дутар алып, бақсышылық етіп қосық айтуы бізде бұрыннан кетірған өнер түрі есептелген. Бұны Бердақтың қызы Хүрліманның тымсалынан көруге болады. Хүрліман бақсыны біз бүгінгі бақсы қызлардың апаханы деп білеміз. Оннан кейін 20 ғасырдың 30 һәм 40 жылларында Сапура шайыр, Қаныгүл қыз бақсылар болған. Олардың жолын 50 жылларға келіп, белгілі бақсы һәм қосықшы Қалбеке Матякупова давам еттірді. Қарақалпақта ұсташылық мектеплері жүдә көп. Әрбір ұста өзінің дутарды істеу ұсылына ие. Олар тек қана дутар емес, басқа да саз аспапларын, қобызды да кәміне келтіріп суға алған. Айрым ұсталар дутардың сазы тынық һәм бәлен шығу үшін тикарға материал болмыш тұт ағашын 3 жыл жерге көміп сақлар екен. Әлбетте, әрбір бақсы өзіне шерткенде саздың наласы тарқалатуын ең тикарғы құрал дутарды таңлай білуі керек. Бүгінгі Қарақалпақ қыз бақсылары Гүлбахар Раметова, Інжігүл Сабурова, Зияда Шарипова, Гүлнара Алламбергеновалар дүнияға белгілі Мұхалес ансамблінде дөретушілік жұмысларын алып бармақта. Әрбір қыз бақсының атқару шеберлігі өзіне тән бір-бірін тәкрарламайды. Sırdım bir kudağa aman var be
бақсының шәкірт таярлауы, дутарға ықыласлы жасларға ерінбестен үйретуі оларға тән әдет. Тарихта һәр бір ұстаздың шәкіртлер оқытуы үлкен бір бақсышылық мектебіне тикар салған. Alım akıl sözün söyler, namert mudan payda gözler. Şölge шығып tüyü bozlar, öz köşegin körmegenşe. Belet tağdın kavru ketmez, namert elge hizmet etmez. Yer jigittin kevli pitmese, öz sügenen almağanşa, öz sügenen almağanşa. Olcalar bolgay dünyamma, 5-6 ağız sözüm var, o sözümü menen kulak salla. Бізде қолына дутар алған әр бір бақсы өзіне сенгенде ғана халық алдына құрға шығып қосық айтады. Құрда өзі қатары бақсылар менен дәсме дәс айтулары болса, әр бір қыз бақсы үшін өзіне тән сынау майданы есапланады. Халықтың алдына шығып, саз бенен сөзді бірлестіріп, дутарға зыбан ендіре білу әр кімнің қолынан келе бермейді. Ağalar bul keşe elep şirvandan, kus bulup men munda uçtum da geldim yendiye. Yar jolanda japa şegip bulşandan, bir yar savdasına düştüm da geldim yendiye. Elepten çıkmış hamında kun yerde, Kirbala şöyle keldim kun orta gel gele. Kun orta. Valentin yugurip peslerdi jortaya, büyük büyük tağdan astım da geldim yana. Ha geldim yana, ha geldim yana, ha geldim. Yavrum, yavrum. Hoş geldin garibim, sapa kelipsen, kelipsen. Uzak yoldan kelgen aziz meymanım, meymanım. Hoş geldin garibim, sapa kelipsen, o kelipsen. Aşık bolgan qahar etpes dostuna, dostuna. Көз тігіп сен жанамақтың қастына, қастына. Басқан қадемлерің сенем үстіне, үстіне. Қош келдің ғарибім, сапа келіпсен, келіпсен. Бүгінгі күнде қыз бақсылардың бірі Гүлнара Алламбергенова Самарқандта өткізілетін шарқ тараналары халықаралық музыка фестивалында қатынасты. Сондай-ақ
Устазлары менен биргеликте Голландия, Франция, Германия мамлекеттеринде катар концерт дастурлерин коюга муяссар болду. Азыр репетиция бір көріп жіберейік, мыналар дұрыслап. Жазған еңзер. Һәр бир таярлык жаңа нама, оның үшін бақсышылықтың ашылмаған және бір дүниясы. Устазлар, кәсіплеслер бұл жолда дәслепкі қоллап қуатлаушылар. Гүлнара қара, жазамыз. Туран кеңлігі, жайқын жағасы, оның битакрар көзалығы, туылған жер сезімі, құм баурайларында жасырынған сырлар, жас бақсы қызды жаңа көрітпелерге қарап жетекілейді. Ауыл бойлап жаңғырған оның лапызы, тек табиатты ғана емес, бәлкі бұл жолдың баслаушысы, Хүрліман бақсының рухларын шат әйлеген болса, әжеп емес. Татуласара кем-кем ара, татуласара кем-кем ара, Дұс болсаңыз яқшы яра, өмірің гүлістана мегзер, өмірің гүлістана мегзер. Жігіт болса хамрайың, не қайғың бәрі, не пәруайың, не қайғың бәрі, не пәруайың. Гүлістан кеуің сарайың, жайнап тұрғаны жазға мегзер, жайнап тұрғаны жазға мегзер. Жетеді әр жерге қолың, болса жеделі мәрт ұлың. Яр сені